Жасым 91-ге келсе де Алматыда пәтер жалдап жүрмін. Бүгін соғыс ардагері Бекбай Асанбаев атты ақсақал осылай деп арнамыздың тілшілеріне мұңын шақты. Айтуынша 5 жыл бұрын Оңтүстік Қазақстан облысынан көшіп келген екен. Алайда осы уақытқа дейін басымда баспананы жоқ деп талай табалдырықтың есігін тоздырыпты. Алайда тиісті мекемелер ауылда сіздің атыңызда үй бар деген сылтаумен осы уақытқа дейін қарияның сөзіне құлақ аспаса керек. Бүгінде 91 жасқа келген соғыс ардагерлері де тұрғын үйге қол жеткізе алмай келеді екен. Соның бірі Бекбай Асанбаев деген ақсақал. Оның айтуынша, мына пәтерді 5 жыл бойы жалдап келем дейді. Ассалаумағалейкум. Қалыңыз қалай? Шындығында сіз осы үйді жалдап тұрып жатсыз ба? Үйде тұрмыз. 3-4 жылдан бері тұрмыз. Бармаған жеріміз жоқ. Келіспегенде жеріміз жоқ. Келістік. Бәрібір біз квартираға боламадық. Онымен неғыларымызды білмейміз. Ауылдыға барамай жүрміз. Үй жоқ, масқара неғып жүрміз деп айтады. Неге осы уақытта бір үй ала алмадың ба деп айтады. Ауылға да барамай жүрміз. Бүгінде Асанбаевтар отбасы мына 60 шаршы метр болатын үйді ай сайын 45 мың теңге төлеп 5 жылдан бері жалға алып тұруға мәжбүр. Айтуларынша 2010 жылы Оңтүстік Қазақстан облысынан Алматыға көшіп келгеннен кейін Әуезов ауданындағы туыстарының үйіне уақытша тіркеуге тұрыпты. Алайда осы уақытқа дейін соғыс ардагері талай есікті қағып, баспанасының жоқтығын айтып сан мәрте шенділерден көмек сұраумен келеді екен. Менің жолдасым соғыс ардагері. Саусақпен саналық қана қалған. Осы күнге шейін жаңағы пәтер жалдап күн көріп жатырмыз. Бармаған жеріміз жоқ. Мынау игі жақсылар жәрдем берсе, бізге жаңағы осы бір жәрдем бола ма деп жатырмыз. Мынау енді ұят нәрсе. Тұрғын үйдің басқармасына Әуезов ауданындағы әкімшілігіне де кіріп жатырмыз. Барлығына кіріп жатырмыз 4 жылдан бері. 70 жылдық міне нанасу біз март айынан бастап жүгірдік, болып қалар деп мүмкін. Онда да айтты, заң бар заң, бере алмаймыз деп. Ал қалалық тұрғын үй басқармасындағылар ақсақалдың бұл жағдайынан жақсы хабардар екен. Тек барлығы да заң аясында болуы керек дейді. Енді заң бойынша, заңға сәйкес, толық 5 жыл өткеннен кейін біз атамызды кезекке қоямыз. Қазір айтып кетейін, ол қазан ай, 21 қазан ай сон арқылы құжаттарын өткізеді. 3 аптадан кейін біз атамызды кезекке қоямыз. Қойғаннан кейін келесі жылы осы мамыр ай, шілденің басында атамыз бір бөлме пәтерін алады. Міндет түрде атамыз өзінің денсаулығы жақсы дұрыс болсын. 91 жасқа келіп Алматыда пәтер жалдаймын деп еш ойламаппын деген соғыс ардагері енді келесі жылдың келіп жетуін күтуіне тура келеді. Жақсылық болып жатса 11 бала, 46 немере мен 25 шөбереге де бір пайдам тиереді деп үміттенеді. Жаным қайтем. Айтпайын десем де осы кейде қысып кетеді. Айтпайды. Сонымен күн көріп келатырмыз шырағым. Нұрсейіт Жылқышыбай, Сержан Жиренбай, Қазақ Ньюс, Алматы.